Мен Иманова Жұмагүл Хасанқызы. Жасым 57-де. Отбасылық жағдайым қанағаттанарлық. Біздер жолдасым екеуміз жеке кәсіпкерміз. Суперджампты мен осы Жанаргүл Аманжанқызынан ең бірінші мағлұмат алып естідім. Осы жаттығуға өзімді еркін ұстауға, осы айналама күліп қарап, шуағым шашып, осы өмірге деген өз үлесімді қосуға келдім. Шын күлуді үйренуге, айналамдағы адамдарға тек шуағым шашып, жақсы сөздер айтуға үйренейін деп келдім. Біздер себебі қазір кішкене шын көңілден күлуді, бір-бірімізге марапат сөздерді айтуды кішкене ұмытып келе жатырмыз. Біздер енді қазақта кішкене ұят болады деген болады ғой. Бұл жерде қуанып, не таңқалып жатсақ та, дауысымызды шығарып күлуге қазір біздер кішкене тартынып қаламыз. Сондықтан мен сол шын көңілден күлуді, барлық ішімдегі стресстарды шығаруға үйрендім. Сол үшін солардың бәрін үйрену үшін осы жаттығуға келдім. 10 күн ішінде менде ойдай өзгерістер болды. Семьямда да, өз қарабасымда да, айналама барған жерімде осы суперджампты айтып, біздер қалай жүріп, негізі қалай жүруіміз керек, соның бәрін айта жүріп жатырмын. Өте маған ұнады, өте жақсы көмектесті. Қазіргі кезде көңіл күйім жақсы. Өмірге бәріне де ашық көзқараспен қарай бастадым. Біреу негатив, мана кішкене мені ренжітіп сөздер айтып жатса, соның бәрін басымнан шығарып жіберуге жұмыстанып соны үйреніп жатырмын. Көңіліме жақын алмауды үйреніп жатырмын. Бұл суперджамптан менің үйренерім өте көп. Әлі де осы қатысқым келеді, алып жатқан білімімді әлде де нығайтып, өсіріп өркендеткім келеді. Біздерге дәріс берген, осы суперджамптың қыр-сырын аша білген тәлімгеріміз Жанаргүл Аманжанқызына көп ризашылығымды білдіремін. Осындай бізді шақырып, біздерді оқытып, біздердің өмірге деген екінші көзқарасымызды ашып, бізді өмірге деген құштарлығымызды нығайтқан Жанаргүл Аманжанқызына көп рахмет. Осы жасқа келгенше біздің де білмейтіндеріміз көп екен, соны үйреніп жатырмыз, соны оқып жатырмыз. Қорытынды шығаруға жайлап жұмыстанамыз ғой. Суперджамп маған ұнағандықтан кейін тағы да сабақтарына қатысқым келіп отыр. Сондай ниеттемін. Айналамдағыларға да айтып жатырмын. Біреуі түсініп жатыр, біреуі түсінбей жатыр деген сияқты енді екі тарап болады ғой. Мүмкіндігімше айналамды осы суперджампқа алып келгім келеді. Алып келуге тиістімін де. Бұл жерде үйренгенім көп, сондықтан олардың да осы менің көргенімді көріп, менің естігенімді естіп, менің жасап жатқанымды жасасын деймін. Суперджампқа көп рахмет.